әдебиетті, поэзияны, өлеңді жақсы көретін оқырмандар, жақсы оқырмандар болса, қазақ әдебиетінде Жұматай Жақыпбаев деген классика ақын өткен. Жұматай қағанаты деген осы Алматыда үлкен қағанат болған. Сол Жұматайдың өмірлік және мәңгілік музасы Ләйла деген қыз болған. Сол бізде өзіміздің музамызды кейде Ләйла қылып боламыз. Ләйла деген қыздардың құрметіне. Ләйла менің ажарың аспандағы айдан керім. Махаббат ғашықтарға майдан болса, мен сенің жүрек жұтқан майдангерің. Жеңілді мұң, жаныңда жаным тыныш сенің гүлім. Мен әулие демейді ешкім, бірақ сені сүйетін емес сенімдімін. Жаным құмар, махаббатқа жүрегім табындырар. Сүйгеніңді сүймесең түптің түбі, жалғыздығы адамды жаңылдырар. Жат елеске, өміріңді тапсыру қат емес пе? Жүрегіңді тыңдауға жүрексің бе? Тағдырыңды таңдауда қателес пе? Тыңда мені, ғашықтардың ғазауат мұң дәлемі, өз қолымен жасаған өкініштің кездеседі өмірде мың дәлелі. Жылатады, жылап тұрып кешірім сұратады. Адам бір рет сүйеді, содан кейін соған ұқсас адамды ұнатады. Айдан керім, атыңнан айналайын, Ләйлә менің. Махаббат майданында шейіт болсам, Ләйлә деп бітсе ғой, қайран демім, Ләйләм менің. Үшінші өлеңді оқып берейін, сосын отырайық. Давай.